Әрқайсымыз табысты, өзін-өзі қамтамасыз етуші және бай болуды армандаймыз, бірақ бәріміз де жетістікке жете алмаймыз. Кейбір адамдар табысты адамдардың өмірбаяндарын оқып, өздерінің ешқашан бай және табысты бола алмаймыз деп ойлайды. Ал басқалары өз мақсатына табандылықпен жетіп жатады. Табыс жалқау және қорқақ адамдарды ұнатпайды. Ал байлық табыссыз келмейді. Табысты және бай болу үшін өзіңізде нені өзгерту керек? Қорқыныш пен жалқаулықты ұмытыңыз. Бұл бір нәрсені бастауға кедергі болатын негізгі жаулар. Сізді бақытты ететін нәрсені істеуге жалқау болмаңыз және ешқашан жеңілуден немесе сәтсіздіктен қорықпаңыз. Өзіңізді ынталандырыңыз. Сіз өз күшіңіздің арқасында ғана жетістікке жете аласыз. Сондықтан сізге біреу келеді, идея береді және оны жүзеге асыруға көмектеседі деп күтпеңіз. Табысты адамдардың әңгімелерін оқыңыз, мотивациялық фильмдерді, бейнелерді қараңыз және әрқашан табысқа жету жолыңызды елестетіңіз. Бұл сізге әрі қарай әрекет ету үшін күш пен шабыт береді. Құлап қалсаңыз, қайта тұрыңыз. Әр адамның қателесуге құқы бар. Өйткені қателеспеген адам ештеңе істемейді. Сондықтан бірінші рет сәтті болмасаңыз да, орныңыздан тұрып, мұны қайталаңыз, бірақ басқа тәсілмен. Ешқашан берілмеңіз, немесе үміт үзбеңіз. Есіңізде болсын, сәттілік табандыларды ұнатады. Сондықтан оған бір қадам қалғанда берілмеңіз. Уақытты дұрыс басқаруды үйреніңіз. Табысты адамдар үшін уақыт ақша болып табылады. Ал уақытты дұрыс пайдалану бұл ақшаның жоғалуына әкеледі. Күнделікті кесте жасаңыз. Барлық тапсырмаларыңызды жазып алыңыз және күннің басында маңызды тапсырмаларды орындаңыз. Уақытты қалай дұрыс басқаруға болатынын оқыңыз. Оны қалай басқаруға болатынын біліңіз. Сонда сіз табысыңызды көбейтіп қана қоймай, демалуға көбірек уақытыңыз болатынын көресіз. Өзіңізге мақсат қойып, нәтижені ойлаңыз. Кез келген бизнесті бастамас бұрын, сіз түпкілікті нәтижені көруіңіз керек және өзіңіз қалаған нәрсені нақты түсінуіңіз керек. Күн сайын өзіңізге мақсат қойып, нәтижеге жетуден қорықпаңыз. Сабырлы болуды үйреніңіз. Барлығы бірден болмайды. Сабырлы болыңыз. Дүние жүзіндегі ең бай адамдар бірінші күні өз капиталын алмады, бірақ ол үшін ұзақ және көп еңбек етті. Ұсыныстар мен мүмкіндіктерді іздеңіз. Өз ойыңызды білдіріңіз. Өзіңізді сылтаумен қорғамаңыз. Бизнесіңізді дамыту үшін ұсыныстар мен мүмкіндіктерді іздеңіз. Я деп айтуды үйреніңіз. Бұл мүмкіндіктер. Дамытыңыз. Әдебиет оқыңыз, жаңа нәрсе біліңіз, біліміңізді дамытыңыз, ешқашан бір орында тұрмаңыз. Ақша сақтауды үйреніңіз. Табысыңызды тиімді пайдалану үшін қаржылық жоспарлаумен айналысыңыз. Сатып алу туралы өздігінен шешім қабылдамаңыз. Бірақ ай сайынғы қаражатыңызды ақылмен бөліңіз. Ақшаны сіз үшін жұмыс істеуге үйретіңіз. Пассивті табыс пен пайдалы салаларға инвестиция салуды ұмытпаңыз. Бизнесіңізді бастау немесе өзіңізге ұнайтын іспен айналысу кезінде ақшаңыз сізге жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз. Өз ойыңызды басқаруды үйреніңіз. Сіздің ойларыңыз сіздің табысыңыздың кілті. Ешқашан өзіңізді сәтсіздікке және негативтілікке дайындамаңыз. Басыңызда өміріңіздің сәтті сценарийлерін құрыңыз. Нарықты және бәсекелестерді зерттеңіз. Егер сіз бір жерде көлеңкеде тұрсаңыз, сіз ешқашан сәттілікке жете алмайсыз. Бәсекелестеріңізді және сіз жұмыс істейтін нарықты зерттеңіз. Жаңа өнімдерді қадағалаңыз және осы нарыққа жаңа, сапалы және ерекше нәрсені әкелуге тырысыңыз. Тәуекелге барудан қорықпаңыз. Бизнес ойынның бір түрі. Оны барлық тәуекелдерді таразылай отырып, мұқият ойнау керек. Жүлде неғұрлым тартымды болса, тәуекел соғұрлым жоғары болады. Денсаулығыңызды күтіңіз және демалыс күндерін есте сақтаңыз. Табысқа жету үшін көп еңбектену керек, бірақ сені құлататындай емес.
Демалыс күндерін демалыңыз. Табиғатпен араласа отырып күш жинаңыз және жаңа жұмыс аптасына шабыт алыңыз. Пайдалы байланыстарды сақтаңыз. Адамдармен танысыңыз. Лекциялар мен тренингтерге қатысыңыз. Пайдалы серіктестіктер жасаңыз. Бұл сізге табысқа жету жолында міндетті түрде қажет болады. Басқалардың тәжірибесінен үйреніңіз. Бай адамдардың табыс тарихынан ғана емес, нақты мысалдардан да үйреніңіз. Әрқашан мұраға алатын таңбаны таңдаңыз. Сізге үлгі және мотиватор болатын адамды таңдаңыз. Кәсіби мамандардың көмегін ұмытпаңыз. Сіз бәрін біле алмайсыз. Сіз көп нәрсені білсеңіз де, оған күш пен уақыт жеткілікті болатыны шындық емес. Сізге қажет нәрсені тезірек және сізге жақсырақ жасайтын мамандардан көмек сұраңыз. Не істеп жатқаныңызды жақсы көріңіз. Ал егер сізге ұнамаса, жасамаңыз. Тек сіздің сүйікті бизнесіңіз, ол үшін өмір сүретін және сіз бәрін жасауға дайын бизнесіңіз ғана табыс пен ақша әкеле алады. Кедей адам кешенен өтіңіз, өзіңізге бай болуға рұқсат етіңіз. Сәттілік пен байлық сіз үшін емес деп ойламаңыз. Сізге тек ойлау тәсілін өзгерту керек және бәріне миллионер тұрғысынан қарау керек. Адамдармен қарым-қатынас жасауды үйреніңіз. Сіз ешқашан өз күшіңізбен ештеңе қол жеткізе алмайсыз. Сіз ынтымақтасатын, қызметіңізді немесе өніміңізді ұсынатын адамдар әрқашан болады. Сондықтан адамдармен тіл табысып үйреніңіз. Тренингтерге, арнайы курстарға барыңыз. Ғылыми әдебиеттерге және психологияға сілтеме жасаңыз.